Әуе билеттерінің қымбат болуы компанияларға байланысты емес екен. Компаниялар тек 20% пайда көрсе, қалған 80% шығындар дейді. Бұл туралы депутат Ерболат Сатыбалдин мәжілісте сөз етті. Билет құнын әуежайдың алымдары мен жанармай шығыны 80% оғын құраса, қалған 20% әуежай компаниясының табысы. Сонда 80% шығындар дегеніміз не? Және бұл қаншалықты рас ақпарат? Бірге тексеріп көрейік. Біз бұл мәселені анықтау үшін көлік министрлігінің азаматтық авиация комитетіне сауал жолдаған едік. Бізге халықаралық тәжірибеге сәйкес авиабилеттерге баға белгілеу заңмен реттелмейді деп жауап берді. Әуе компаниясының пайдасы мен шығыны, оның ішінде қаншасы жанармай, қаншасы әуежай алым екені нақты белгісіз. Сонда бағаны министрлік бекітпесе, әуе компаниялары әрине ойларына келген бағаны қояды. Қазмұнайгаз ұлттық компаниясының басқарма төрағасы Мағзұм Мырзағалиевтің айтуынша, еліміз авиациялық жанармай импортына тәуелді. Бұл дегеніміз авиациялық жанармайдың көбін шетелден аламыз деген сөз. Сол үшін де билет бағасы қымбат дейді. Ал индустрия және инфрақұрылымдық даму бұрынғы вице-министр Алмаз Ыдырыстың айтуынша, авиакомпания шығындарының 80%-ға жуығы шетелдік валютасынан жүргізіледі екен. Оның ішінде ұшақ сатып алу, ұшақ бөлшектерін сату және тағы басқа. Сол үшін де билет бағасы қымбат дейді. Ал әуе компаниялары болса, билетті арзан алу үшін ертерек алу керек дейді. Бірақ ол түсінікті нәрсе ғой. Статистикаға қарасақ, 2023 жылы жолаушылардың 52% билетті рейске 14 күн қалғанда алса, 8% 7 күн қалғанда, 27% 3 күн қалғанда, ал қалған 13% рейске 1 күн қалғанда немесе рейс күн алады екен. Билет сол үшін де қымбат дейді. Ал сіз ұшақпен жиі ұшасыз ба? Және билетті қанша күн бұрын сатып аласыз? Пікіріңізді комментке жаза кетіңіз, видеомен бөлісіп каналға тіркеліңіз, шындыққа сіздің де таласыңыз бар.